Болашақ бағдарламасымен оқуға ниетті үміткерлерді іріктеу ережесіне біршама өзгертулер енгізілді. Биылдан бастап жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу институттарынан қабылданатын азаматтардың ғылыми тағылымдамаларына шектеу қойылмайды. Бүгінге дейін ғылыми тағылымдама мемлекеттік оқу орындарының оқытушыларынан талап етілсе, енді кез келген білім ұйымдарының өкілдері оны шетелде де өте алады. Бұл жолы магистратура мен докторантураға талапкерлерді қабылдауға басымдық берілген. Сұранысқа сай білім, денсаулық, өндіріс саласы мамандары даярланады, ал құжаттар жергілікті жерде қабылданады. Жұмыс істеп жүріп, болашақ стипендиясымен оқуға түскендер қызмет орнын сақтай алады. Ол үшін үш жақты комиссия арасында келісім бекиді. Бұрынғыдай емес, енді кепілдікке қолда бар жылжымайтын мүліктің барлық түрі алына береді. Ал жетім, әлеуметтік әлеуеті төмен жастардың жағдайын комиссия анықтағаннан кейін шешім қабылданады. Сынақ мерзіміне кепіл сұралмайды. Биылғы жылы ең алғаш рет шетелде педагогикалық, медициналық, инженерлі-техникалық мамандардың тағылымдамадан өтуі қарастырылып отыр. Алғаш рет тағылымдаманың мерзімі 1 айдан 12 айға дейін, қосымша жарты жыл дайындық курстары беріледі.